Сәлем достар. Бүгінгі кинотайында 2012 жылы жарық көрген преступник фильмі. Жас жігітіні қадаммен полицейлерге жақындап, оларға шабуыл жасады, сол үшін бірден тұтқындалды. Полиция офицеріне жасалған қатыгез шабуыл үшін Томми Никс кәмелетке толмағандар колониясында 2 жылға сотталды. Томмидің қандай бап бойынша отырғанын білетін полицейлер онымен аса әдепті сөйлеспейді. Жалаңаштандырылған жігітті алдыңғы және артқы жағынан мұқият тінтіп, кейін оған түрме формасын берді. Басқа жаңадан келгендермен бірге Томмиді оның корпусына алып барды. Офицер Джек Нештің айтуынша бұл жерге жыл сайын 30 мыңдай тұтқын келеді. Олардың көпшілігі кейін қайтадан қылмыс жасайды. Неш жігітті камераға кіргізген сәтте дабыл сигналы іске қосылды. Гарри жаңа камераласына оның не үшін мұнда отырғанын сұрайды. Әділдік үшін деп жұмбақ түрде жауап берді Томми. Біз біраз уақытқа артқа ораламыз. Лондон көшелерінде жаппай тәртіпсіздік болып жатыр. Жастар дүкендерді тонап қиратып жүр. Қылмыскер Джейк өз жігіттеріне жағдайды пайдалануды және зергерлік салонды тонауды ұсынады. Олар тез әрекет етті. Мотоциклдермен келген екеуі балғамен әйнекті сындырып, рюкзактарын әшекейлерге толтырды. Ішіндегісін жиып болған соң кетпек болғанда дүкен иесі жүгіріп шықты, оны олар сол жерде атып тастады. Гаражда бандиттер мотоциклдерін қалдырып, тонаған заттарын төгіп алды. Олар ұрланған көлікпен қашпақ болды, бірақ полиция жасағы жолын бөгеп тастады. Сол кезде олар жан-жаққа қашуға тырысты. Алайда барлық қашу бағыттары жабылған еді. Көп ұзамай қылмыскерлердің әрқайсысы ұсталып, тұтқындалды. Томми қарапайым құрылысшы жұмысшы еді. Ол отызға үлгеріп, жүкті қызын қолдау үшін жұмыстан сұранып шыққан. Бірақ бәрібір кешігіп қалды. Енді Элис қырсығып, баланың жынысын айтпай қойды. Осы жағдайдың құрметіне Томми оған кулон сыйлады. Аурухананың дәлізінде бір бұзақы Томмиді итеріп боқтап кетті. Үйде Элис Томмиден өзіне және болашақ отбасына қамқор болуды сұрайды. Бақытты өткен өмір жайлы әдемі түсін мештің камера торларын дубинкамен тарсылдатуы бөліп жіберді. Тұтқындар тізіліп асханаға кірді. Гарри Томмиге ислам қабылдауды ұсынады, сонда ол Рамазан кезінде арнайы тегін түскі ас алады. Бірақ шын жүректен намаз оқу керек, әйтпесе жалған үшін оны мұсылман бауырлар жазалайды. Томми камераласына кейбір зектердің атын атай бастайды, оларды тану үшін. Сол сәтте ол арқасынан біреу итерді. Бұл Лысидың бандасындағы Энджел еді. Серуен кезінде Томми мен Гарри шетке тұрады. Осы жерде белгілі болды, Джейк пен Меш дос болып алған. Дретті жігіт Мейсон көзі астында татуировкасы бар, эссе тұрыспасы жаман. Ал олармен бірге жүрген ез адам Сико. Джейк пен басқа бір тұтқын арасында айырбас болды, бірақ әлгі еркек алданды, оған ештеңе берілмеді. Өз басшысының абыройын қорғау үшін дәу Энджел араласты. Жуынатын жерде Энджел жалаңаш Гарридің артына келіп, ертеңде дәл осы жерде болуын бұйырды. Томми дәлізді тазалап жүріп, Мештің Джейктің камерасына кіріп кеткенін көрді. Олар тұтқындармен бірге шегіп алып, есінен танып, камерада дискотека жасап жіберді. Тюремші қатты штрила болып, формасын шешіп, айқайға басты. Ақыры шектен шығып, өзі құлап түсті. Белгілі болғаны, Элис шартты түрде мерзімінен бұрын босату инспекторы болып жұмыс істейді. Оған 8-ші мерзімі таяп тұрған Джейкпен сөйлесуге тура келді. Бірақ Джейк түзелуге де, Элис ұсынған курстарға қатысуға да ниетті емес. Элис кабинетіне Джейк шыққан сәтте келесі қылмыскер эссе кірді. Ол одан да жаман бұзақы болып, Элис кешіккен үшін ескерту жасағанда оның бетінен ұрып жіберді. Джейк бұған күліп тұрды, ал камера бәрін жазып алды. Бұл кезде жаңалықтарда зергерлік салонды тонап, иесін атып өлтірген қылмыскерлер туралы хабар таратылды. Солар ұрлаған сирек кездесетін сағат, дәл сол сағат Джейктің қолында еді. Қыздың көзінен жас шығып, ол телефонды қоя салды, бірақ бастапқыда полицияға қоңырау шалмақ болған еді. Оның орнына ол Томмиге хабарласуға тырысады. Джейк инспектор қыз оларды ұстап бере алады деп ойлады. Онда бүкіл бандаға өмір бойына түрме жазасы кесіледі. Онымен бір нәрсе істеу керек. Мейсонға бұл әңгіме ұнамай қалды. Кешке қатты қорыққан Эли жылдам қадаммен көлігіне беттеді. Бірақ ол отырған сәтте, маска киген адам терезені сындырып, бүкіл күшімен бірнеше рет оның бетінен ұрып жіберді. Біз қазіргі уақытқа ораламыз. Томми демалу бөлмесіне кіріп, онда отырған эссеге тесіле қарады. Оған қылмыскер сатып жүрген шмаль, есірткі, қажет секілді көрінді. Джейк те дәліздің ортасында сауда жасайды. Оның шестеркасы бәрін мазалайды, эссені де. Эссе мұндайды кешірмейді, Сиконы басымен бетонға соғып, оның есірткісін тартып алды. Спорт залға келгенде Энджел Томмиге тиісіп келе жатты. Бірақ сол сәтте оған пышаққа ұқсас затпен ашулы клиент келді. Ол лездік беттен соққы алып, мені өлтіреді деп айқайлап, күзетшілерді шақыра бастады.
Алайда Нэш те күліп, оған Джейктен кешірім сұрауға кеңес берді. Лысси мен оның сыбайластары оны тепкінің астына алды. Осыдан кейін ғана Нэш еріншектене дабыл түймесін басты. Сол кезде Джейк әлгі еркектің бетін заточканың ұшымен тіліп үлгерді. Ауруханада Томми ауыр соққы алған қызын көріп тұр. Bir шама уақыттан кейін ол есін жиды. Томми бірден қаскүнемдердің кім екенін білуге тырысты. Элис білетіннің бәрін айтты. Көп ұзамай Джейк ұсталды. Оны соққыға жығылған қызға, ұрланған көлікке және салондағы қарақшылыққа байланысты тергеуде. Сол детектив Эссе мен Мейсонды да тергеді. Басында баламен бәрі дұрыс сияқты еді. Бірақ кейін Элистің түсік тастау болды. Бұл жас ата-ана үшін үлкен қайғыға айналды. Өз ашуын Томми спортзалда шығарады. Мейсон ислам қабылдады, оны мұсылман бауырлар құттықтады. Камал Томмиді қарсы алып, жағдайын сұрады. Оның не үшін отырғанын білген соң, 1 минуттық ашудың артынан 1000 күндік өкініш келеді деді. Ол Томмиді Элидің бауырымен және жаңа жол тапқан Мейсонның бауырымен таныстырды. Томми қылмыскерге өшпенділікпен, ал мұсылмандарға мысқылмен қарайды. Қазір жарылып кететіндей көрінді. Жалғыз қалған Томми камераға қашып барып, кітаптың қаптамасын жұлып, оны қолына орап, үстінен шұлық киді. Одан кейін Томми Эссенің камерасына баса көктеп кіріп, бірнеше соққы жасай отырып, қызға қатысты сұрақ қойды. Бірақ Эссе оған шабуыл жасағанын жоққа шығарып, тек шапалақпен ұрғанын айтты. Бұл Джек болды деді қылмыскер. Осыны естіген Томми оны жұдырықпен соғуын тоқтатып, табуретті алып, қылмыскердің басын талқан етті. Есін жоғалтқан тұтқын ауруханаға жеткізілді. Соққыға жығылған Элис Томмидің өзіне қол тигізуін қаламайды және енді бала сүйе алмайтынын айтты. Томмидің әріптесі күдікті қылмыскерлердің кәмелетке толмағандар колониясына жіберілгенін анықтады. Элис қайғыны көтере алмай, Томмиден ажырасты. Ашу үстінде Томми нәрестеге арналған бесікті сындырып, өртеп жіберді. Содан кейін далаға шығып, кезіккен бірінші полицейге шабуыл жасады. Генри Эссені жаралаған Томми екенін түсінді. Джек Томмиді өз камерасына шақырып, оны шөп шегуге және кофе ішіп серіктес болуға шақырды. Ол Эссемен жасаған үшін Томмиге алғыс айтты. Өйткені Джек өзі де сол ұрланған тауар үшін оны жазалауды жоспарлап жүрген болатын. Томмидің өзін ұстап тұруы қиын болды, демі ауырлап кетті, бірақ өзін қолға алды. Келесі күні Томми беті тілінген Патрикке барып, заточка жасауды қалай үйренуге болатынын сұрады. Генри камерадан шығысымен Томми оны жасауға кірісті. Қажет заттар, пластик асхана құралдары, от және сәл сабыр. Нэш Томмиді түрме бандасына қосылуға шешім қабылдаған үшін құттықтады. Сол кезде Томмиді Чингис деген бір шестерка мазалай бастады. Ол Томмиді анархист деп атап, оның ешқашан бостандыққа шықпайтынын айтты. Ал өз қолында үшінші көзі бар екенін меңзеді. Чингистің Томмиді сабап тастауына жол бермей, Камал араша түсті. Ол Томмиге намаз оқуды ұсынады. Оған Мейсонда келіп, бұл жерде отырғандардың бәрі бір нәрсеге өкініп жүргенін айтады. Сондай-ақ Мейсон Томмиге Джейкпен ешқандай байланыс жасамауға, өз мінез құлқы мен болашағы жайында ойлануға кеңес береді. Мейсонның өзі бұл жерде түзелген. Оның сыртта қалған қызы бар. Бұл ақпарат Томмиді ерекше қатты күйзелтті. Бір тұтқынға кроссовки бермек болды, бірақ Нэш олар өзіне керек деп шешті. Ну же, Боб, ты не можешь их взять, положи их назад, но они мне нравятся, Алан. Алан бұның бәрін құптамайды, бірақ Нэш одан шен жағынан жоғары, сол себепті әріптесіне аузын жабуды кеңес етеді. Тюремщик өміріне шағымданып, өзі автобуспен жүріп, бөлме жалдап тұратынын айтады. Бірақ соған қарамастан, ол олардың тұтқындары сияқты дүкен тонап жүрмейді. Сондықтан ол жарайды жігіт және осылай жасауға толық құқығым бар деп есептейді. Ашуланып, ол Мейсонның жолдасын тұтқиылдан ұрып соғуға кірісті. Энджел душта Генриді қыспаққа алып, одан ақша бопсалайды. Душ бөлмесінен шыққанда дәудің алдынан Томми заточкасымен тосып тұрды. Бірақ бәрі ойлағандай оңай болмады, тұтқындар арасында төбелес басталып кетті. Томми қатты таяқ жеді. Ақырында заточка Энджелдің қолына өтті, бірақ ол шабуыл жасаған сәтте тайып кетіп, еденге құлап, басын соғып, бас сүйегі жарылып кетті. Генри жолдасының мұны оны қорғау үшін жасағанын ойлайды. Ал Томми оған шын мәнінде не болғанын түсіндірді. Джейк ашуға булығып, айналасын жайпап жатыр. Томми тез әрекет етуі керек. Ол 100% сенімді қызын соққыға жыққан дәл солысы. Сико жалғыз қалған кезде Томми оған артынан тап беріп, мойнын қыса бастады. Шестерка біраз ыңырсып есінен танды. Оны дәретханада қалдырған Томми Джейктің камерасына басып кірді. Джейк оның қай вышибаланы өлтіргенін түсініп қойған еді. Ал Томми оны өз қызын соққыға жыққаны және сол себепті оның баласынан айырылғаны үшін айыптады. Бірақ Лысидің айтуынша бұл оның қолынан шыққан іс емес. Бұл күні жаңа мұсылман болған Мейсонның мойнында.
Джейк түрме ішіндегі қасқыр заңы жайлы көсіле сөйлеп тұрғанда, Томмидің артына Эссенің досы Лаки келіп, шұлықтың ішіне батарейка салды. Екеуі жабылып Томмиді сабап, мойнына сүлгі орап, тұншықтырмақ болды. Бірақ дәл осы кезде Нэш кіріп келіп, оларды тоқтатты. Мұндайды тым дөрекі әрі ашық жасауға болмайды. Уақытша ол Томмиді карцерге тастай тұрады. Басқа тюремшісімен бірге ол бейшараны шешіндіріп, жалаңаш күйінде суық еденге тастап кетті. Джейк бар мұсылмандарды қуып жіберіп, Мейсонмен жеке сөйлесті. Ол Томмидің кім екенін айтып, Мейсон бостандыққа шыққанда инспектор Паудоның қызын өлтіруді талап етті. Бірақ Мейсон бандиттік өмірмен баяғыда қош айтысқанын айтты. Сонда есуас Джейк оның қызына қоқан-лоққы жасай бастады. Түрмедегі сұмдық күндер өтіп жатыр, ал Томми карцерде тірі қалуға тырысып жатыр. Нэш камераға кіріп келіп, ұшында үшкір тістері бар қалқанды Томмиге тығып, оны мазақ етті. Одан бұрын ол сол қалқанға дәретін сындырған еді. Осылайша қорлап болған соң, тюремшік оны тағы жалғыз қалдырды. Томми оларға дейін Элиспен қандай бақытты болғанын есіне алады. Оған мүлде басқаша қарым-қатынас жасайтын жалғыз адам, жарақаттанған Мурананы өңдеген әйел офицер болды. Бірақ Нэш қайтадан өзінің ойыншығымен Томмиге келді. Офицер Кейси колония директорынан есінен адасқан бұл тюремшіні тоқтатуды талап етеді. Ол есірткі саудалайды, тұтқындарды азаптайды. Осы арқылы ол әділетсіз түрде карцерге қамалғандардың барлығын босатуға қол жеткізді. Кейси Томмиді де өзі келіп, сол жерден шығарып алды. Нэш директорды жұмыстан шығармақ болса, оған қастандық жасайтынымен қорқытады. Мейсон айналасына алаңдай қарап, Томмиге келіп, Джейктің өтірік айтқанын айтады. Ол бұзақымен араласуында сондықтан тоқтатқан. Джейк Хелис атты қызды қатыгездікпен сабағанда шектен шығып кеткен. Оның үстіне инспекторды да өлтіргісі келеді, және оның қызына да қоқан-лоққы көрсетіп жүр. Томми мұнымен өзі айналысуы керек. Шынымен де қызға шабуыл жасаған Джейктің өзі. Мейсонға кездесуге әйелі мен қызы келгенде, олардың қасына қорқынышты түрмен жалтырбас бұзақы жақындаған еді. Генри Томмиді шешуші айқасқа дайындап жүр. Ал Томми одан көмек сұрайды. Генри көмектесуге келіседі, түскі ас кезінде үстелге шығып, бүлік бастайды. Басқа тұтқындар оны қолдап кетеді, ал мұсылман тұтқындар бірінші болып түрме қызметкерлеріне шабуыл жасайды. Осы сәтті пайдаланған Томми өз шаруасын шешуге кетеді, алдымен Сиконы өлтіреді. Содан соң қалтасына жасырын пышақ, заточка салып, Джейкке барады. Бірақ ол Томмиді күтіп отырған болып шығады да, таяқпен шабуыл жасайды. Бүлік кезінде офицерлерді басып жаншып жатқанда, жалтырбас Джейк Томмиді ұрып соғып, таяқты оның басын жарарлықтай көтереді. Бірақ Томми үлгеріп, жасырын пышақты Джейктің кеудесіне соғып, оны өлтіреді. Көп ұзамай түрме күзетшілері Томмиді ұстап алады. Біраз уақыт өткен соң Мейсон колониядан босап шығады. Бостандықта оны отбасы қарсы алады. Ал бір көзінен айырылған Томми түрмеде сыйлы, беделді адамға айналады. Осымен шолуымыз аяқталды. Фильм туралы пікірлеріңізді қалдырып, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кинотаймда кездескенше.